Мирас Ғабитұлы. Абдулла Қарсақбаев атындағы номері 41 жалпы білім беретін мектепте 8-ші А сынып оқушысымын. Менің бүгінгі айтатын 2 повестім бар. Және оның біріншісі Мадина Омарованың «Көмбе нанның дәмі», ал екіншісі Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» повесі. Ал бірінші повестке келетін болсақ, ол Мадина Омарованың «Көмбе нанның дәмі». Және де ол повесте айтылған ең басты мәселе ояқта ол кезде 1941 жылы соғыс кезі болатын. Ұлытау соғысы. Екінші повестіміз Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» повесі болатын. Ол повесте ауыл малдары, яғни ауылда асырап отқан қой, соларды шөпсіз қалғандықтан ауыл басшысы Нұржан атты баланы бір ауылға қиын тапсырмамен жібермекші болады. Ол Нұржан барғысы келмеді, бірақ ауыл басы оны барғанын қалады. Өйткені олдан басқа баратын адам көріп тұрған жоқ.